Мына кадрларда бүгін бауырының ауруханада қиын жағдайда жатқанын көрген Сәкен Нәлібаевтың туған әпкесі түсіріп алған. 2014 жылдың желтоқсанында Қарағанды облысынан Петропавлдағы 66-да 37 әскери бөліміне әскер қатарына қабылданған сарбазды наурыздың 3 күні басқа сарбаздар соққыға алған жақынының сөзінше. Бірақ біз СМС хабарламаны Сәкеннің өзі жазбайынша оның ауруханада жатқанын білмедік дейді. Барғанда больницаға, он признался, у нас видео даже есть. Екі бала, осы старшилары екі жақтан ұрып, тәңірсен ешкім қасында болмаған. Екеуі немен орындықпен по всему, ұрған. Қайта әскери бөлімге баратынын білген Сәкен алғашында өзінің әлдеқайда ерте қабылданған сарбаздардың соққысының астында қалып, ауруханаға ауыр халде түскенін жасырып келген. Бірақ бір айдан бері төсек тартып тұра алмай, жағдай ушыққан соң шындықты айтуға тура келіпті. Есть в заключении медицинской экспертизы больницы номер 1, это где говорится раздвоение почки, позвоночника, там есть ушибы позвоночника и все такое. Он сейчас находится в лежачем положении, ему нельзя двигаться. Сейчас мы приехали сюда, чтобы разобраться в этом. Қазір Сәкен қалалық аурухананың неврология бөлімінде ем қабылдап жатыр. Дегенмен шушыққан әскери бөлімдегілер сарбазға ешкімде әлімжеттік көрсетпегенін, істі әскери прокуратура тергейтінін айтады. Его никто не бил, факт такой не подтверждается, неуставных взаимоотношений в отношении него никаких не было. Да, он получил ушиб при проведении. Ал оның туыстары сау кетіп, ауруханаға түскен бауырларының ісіне қатысты тиісті органдардың тексеріс жүргізгенін күтеді.